Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін өте дәмді әрі дастарханның сәнін келтіретін жаңа жылдық салаттың рецебімен бөліспекшімін. Каналымызға қолдау көрсетіп, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Қажетті заттардың мөлшері описанияда және осы видеода көрсетілген. Бізге қажетті заттардың барлығы дайын, тек жұмыртқа мен сәбізді суға пісіріп аласыздар. Ал енді біз салаттың әрбір слойында осы майонезді жағып отырамыз, сондықтан оны ыңғайлап алу үшін осы салафанға салып, оның үш жағындағы қажет емес жерін қайшымен кесіп тастаймыз. Осылай алдын ала дайындап алсаңыздар, салат жасау кезінде қиындық тудырмайды, әрі жеңіл жағылатын болады. Бұл салатқа тауық етін асып дайындап алып, сонымен жасасаңыздар да болады, немесе магазиннен дайын ысталған тауық етін алып, осы мен сияқты салатқа бірден турап кірісе берсеңіздер болады. Ол өз қалауларыңызға сай. Тауық етін барынша ұсақтап, көбіктеп турап алатын боламыз. Бұны турап алғаннан кейін тарелкамызға шыршаның үлгісінде үшбұрыш қылып қойып шығамыз. Тауық етін қойып болғаннан кейін үстіне майонезімізді жағамыз. Келесі піскен сәбізімізді алып, осылай теркадан өткізіп аламыз. Екінші слой ретінде еттің үстіне сәбізді қойып шығамыз. Сәбізден кейін шым-шым тұз сеуіп жібереміз, оның үстінен майонезбен жағып шығатын боламыз. Келесі дайын кукурузымызды алып, бүкіл жеріне жеткілікті түрде қойып салып шығамыз. Келесі тұздалған қиярымызды алып, ортасынан бір бөліп, жарты кольцо қылып турап шығамыз. Енді осы туралған қиярды кукуруздың үстіне дәл осы видеодағыдай қойып шықсаңыздар болады. Қиярдың бетіне де майонез жүргізуді ұмытпаймыз. Келесі асылған жұмыртқаны алып, оны да теркадан өткізіп аламыз. Қиярдың үстіне осы жұмыртқаны бүкіл жеріне жеткілікті етіп қойып шығамыз. Енді ең соңғы этап ретінде осы кивиді аршып, кольцо ретінде турап шығамыз, және де салатымыздың сыртын дәл осы видеодағыдай қаптап шығатын боламыз. Мінекей біздің шырша салатымыз дайын болып қалды. Осылай толық қапталып шығу керек, жан жағы барлығы. Енді біз қолымызға укропты алып, онымен шет-шетін жауып шығамыз. Енді шыршамызды безендіріп, үстінегі ойыншықтар ретінде осы гранаттарды және де кукурузды қойып шығамыз. Мінекей достар, біздің жаңа жылдық мерекелік дастарханға арналған шырша салатымыз дайын болды. Сіздерге ас болсын, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Дәл осы рецептіне жасап көріңіздер. Дәмі ерекше дәмді болып шығатын салаттың түрі. Сондықтан сіздерге жасауға кеңес беремін. Сіздермен болған Альмира. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Жаңа рецепті жіберіп алмау үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазсаңыздар болады.